Ончик, жаным менің. Бүгін не істедің мектепте? Не болдыңдар, не өттіңдер? Сабақ өттік. Сабақ өттіңдер. Сосын? Жаздық, сөйттік, бүйттік. Бізде еще, кстати, бүгін дұрыс болмады. Прикиньте. Әлі саған айтқым келіп отыр. Негізі бұны күнде айту керек дейді балаға. Да, Фончик? Мен саған айтқым келгені, балам, сенде мектепте болсын, басқада болсын, қандай жағдай болса да, мен сені әрқашанда қолдаймын. Әрқашанда саған поддержка жасаймын, балам. Не жағдай болса да, маған айт, балам. Хорошо? Қандай қателік болса да, мысалы, қателік болғаннан қорықпа, балам. Барлық адам қателеседі. Иә? Бұл бір. Екінші, сосын көп сөйлей берме, жаным. Сен жалоб жасап келеді ғой мектептен. Сен көп сөйлейді деп. Солай негізі ер адам көп сөйлемейді, балам. Только ісіңмен дәлелде. Жүре ма, жаным? Әрқашан ісіңмен дәлелде. Ер адам деген көп сөйлемейді. Сосын, балам, күшті бол. Таңертең кешке жақын спортпен айналысуды ұмытпа, балам. Сосын, жаным, уәдеңде тұруды ұмытпа. Бастысы уәдеңде тұруың, балам. Сен телефонда көп көрмеймін деп уәде бердің маған. Уәдеңде орындап жатсың ба? Мектепке телефонды апарып жатқан жоқсың ба, балам? Апарып жатқан жоқпын. Красавчик, машалла, молодец, вот менің балам. Уәдеңде тұр, әрқашанда уәдеңде тұруға тырыс, балам. Бірінші ұстайтын қағидаң қандай, балам? Көп сөйлемей, іспен дәлелдеп көрсетуің. Иә, ер адамға көп сөйлей берген жараспайды. Иә? Екінші, уәдеңде тұруың, балам. Үшінші, қандай қателік болсын, не болса да, мен сені әрқашанда қолдаймын, балам. Бір-екі рет ашуланып ұрсуың мүмкін, ол автоматты түрде шығады ол. Қаласам да, қаламасам да, иә? Бірақ бәрібір сені іштей жақсы көріп тұрамын. Сосын, балам, садағы ең басты нәрсе, қандай проблема болса да, балам, оны келіп бөлісіп айтуың керексің, балам. Бөлісіп айтқан кезде, ол кішкене біріншіден саған табылмаған ақыл мүмкін табылады да, бір бастан екі бас жақсы дейді. Екіншіден, балам, мен естіп жатсың ба, балам? Иә. Екінші, не айтайын деп жатқан едім мен саған, балам? Білмеймін. Қандай проблема болса да, оны айту керексің, балам. Бір қатты денсаулығының жаман болып кетуі проблемасын ішінде сақтай беруі. Ол бірінші кезекте зоб ауруына шалдықтырады, балам. Егер проблемаңды, ол ғылыми түрде дәлелденген, жаным. Иә? Мен саған бір история айтып бергім келіп отыр. Юсуф алейхиссаламды білесің ғой, ана братьялары құдыққа тастап кететін ше? Иә. Білесің, иә? Сол жерде оның әкесі жылап соқыр болып қалады ғой. Білесің ба, соқыр болып қалады. Сол кезде одан сұрайды, сен неге соқыр болып қалдың дегенде, ол айтады, мен проблемамды ешкімге айтпадым дейді. Түсіндің ғой, балам? Яғни қазір бір 2018 жылы ма, бір мен жаңалықта оқып қалдым. Жаңалықтардың денсаулық деген айдары болады бөлімінде сол жерде. 2018 жылы ма ғалымдар зерттейді. Адам проблемасын, уайымын айтпағаннан, балам, ол ауру көбейеді. Түрлі аурулар пайда болады. Бірақ ең бірінші точно пайда болатын ол тамақта зоб деген ауру болады. Оны да мен айтқансыз. Айттың ба? Айтқансыз, иә. Бірақ Яқуб алейхиссаламды айтпадың ба, балам? Білмеймін, айтқансыз. Кстати, сіз студенттерге беріс қоя? Ол сабақта сотқа қоя ма екен? Сабақта ма? Сабақта сотка болады, өйткені мен кітаптарды соткаларына жіберем ғой олардың. Это андай балда болмады, который ойын ойнайтын. Не ол ойын ойнайтын? Ну, сондай адам ба ма? Группада ма? Сабақта. Білмеймін, балам, онда ойын ойнай ма, ойнамай ма, байқамадым. Сіздің сабағыңызда байқамадыңыз ба? Байқамадым. Ешкімді ма? Енді ойын ойнаса ойнайтын шығар, балам, компьютердің арт жағына отырып алып бұрын ойнайтын тұғын. Оны неге сұрадың, балам? Просто сам кетті. Телефон точно апарып жатқан жоқсың? Апарып жатқан жоқпын, точно.
Маймун соққан спорына тамады. Хорошо.